Xayrlı gün oquşular. Arifmetik kvadrat tamırının üzüklері temasına bağışlanğan dərsimizin praktikalashına koşabız. Demek, әлеге misallarını şişiri için teoriya ilişinde öğrengen üzüklerini kullanabız. Birinci misalını şişiri için soңғы üzükten faydalanabız. Demek, bu minus 7,13'ның modulini табырга керек. Ол 7,13'ка тегіз. İkinci misalını şişiri için şulай ук соңғы üzükten kullanabız. 2'ның 2 тапкырланган 3'ның дәрәҗәсе. Демәк, бу модуль эчендә 2'ның кубы яки 8-га тигез. Өченче мисалны шишер өчен беренче үзектән кулланабыз. Dörtінші misalны шишер үшін екінші үзіктен kullanabız. 16'dan тамырны 49'dan тамырға бөләбіз. Бешінші misalны шишер үшін бірінші үзіктің кері тигізлігінен файдаланабыз. Altıncı misalını şişer için ikinci üzüknün kiri tигізлігінен faydalanabız. Әлеге ваклamalarını başta kıskarttık. Санаучыда ваклаучыда 6-га бөлінә. Misallarını şiştik. Әлеге misal Reju OG сайтынан алынды. 8-нче тип. Bu misalны şişер үшін шулай ук әлеге үзекдән kullanabыз. Кыскартырга була. 3-ке кыскартсак 2 кала, мында 7 кала. Демек, әлеге аңлатманың кыйммәте 7-ге тигез. Жауапта 7 була. Бүгінгі онлайн дәрісінің практика өлішінде арифметик квадрат тамыр үзіклерін kullanуға мисаллар шештік. Алдағы онлайн дәріслерімізді күтіп қалам.